Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге миксерсіз, таразысыз, әр құрамы 12 қасықтан тұратын өте дәмді пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Пирог өте нәзік әрі жұмсақ болып піседі. Құрамы да өте қарапайым, үйдегі бар заттармен жасалынады. Ол үшін бізге қажет заттар: жұмыртқа, шекер, ұн, сүт, сұйық май және қопсытқыш. Ең алдымен 3 жұмыртқаны шағып ыдысымызға саламыз. Одан соң 12 қасық шекер саламыз. Егер менің видеоларым ұнап жатса, лайк басыңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Одан соң жақсылап араластырамыз венчиктің көмегімен. Одан соң 12 қасық сұйық май құямыз. Одан соң 12 қасық сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес, тоңазытқыштағы сүтте бола береді. Достар, менің каналымда басқа да пирогтың рецепттері бар. Каналыма кіріп қарасаңыздар болады. Ссылкасын жоғарыға қалдырып кетемін. Одан соң жақсылап араластырып аламыз. Одан соң 12 қасық ұн саламыз. Мендегі ұн бірінші сұрып, жоғарғы сұрып ұндан салсаңыздар да болады. Мен үйдегі бар ұннан салдым. Одан соң 1 шай қасықпен қопсытқыш саламыз, яғни разрыхлитель. Ұнға араластырамыз. Міндетті түрде ұнға араластырып болып, содан соң барлығын араластырамыз. Қамырымыз біркелкі болғанша жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бізде осындай сұйықтау масса шығады. Одан соң формамызға пергамент қағазын төсеп дайындап аламыз. Майлап аламыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып дайындап қоямыз. Қамырымызды формаға құямыз. Столға ұрып тегістеп аламыз. Қызып тұрған пеште 40-50 минут пісіріп аламыз. 50 минут өтті. Пирог дайын болды. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан 30 минут өткеннен кейін ағаш зубочисткімен осылай тексеріп қараймыз. Құрғақ болып шықса піскені. Енді пирогты формамыздан аламыз. Оңай алынады. Одан соң бетіне сахарный пудра сеуіп шығамыз. Бұл міндетті емес, сеумесеңіздер де болады. Пирог өте дәмді болып шығады. Бұрын пирог жасамаған болсаңыз да, осы рецептпен жасасаңыз, міндетті түрде керемет болып шығады. Өте жұмсақ болып шыққаны осы видеодан да көрініп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік.